Армысыз ағайын, эфирде кітап қазына хабары. Бүгінгі хабарымыздың қонағы жазушы, драматург, қоғам және мемлекет қайраткері, Ақмола облысы әкімінің кеңесшісі Жабал Ерғалиұлы. Жабал Ерғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сізден әңгімені мынандай бір мәселеге төңірегінде өрбітсек деп едік. Соңғы уақытта кітап оқу мәдениетін жетілдіру, кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, адамдардың, тұрғындардың ойын, бетін кітапқа қарай бұру, кітапхананы жөндеу, кітапхананы қолжетімді қылу кітапты деген мәселелер көтеріле бастады. Осы тұрғыда қандай ойдасыз? Бұл өте орынды мәселе. Осы орайда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 15-ші наурыз күні биылғы жылдың Атырауда өткен ұлттық құрылтайда осы мәселені орынды көтерді. Біз жастарымызды кітап оқуға баулуымыз керек және кітап оқитын ұлтқа айналуымыз керек деген мәселені көтерді. Сонау 90-шы жылдары кітапханалардың жұмыстарының әлсіреп кеткендігін, ендігі арада кітапханашының рөлін көтеру мәселесін президентіміз ұлттық құрылтайда орынды көтерді. Біз шынын айтқанда кеңес үкіметі кезінде әлемге ең көп оқитын ұлт ретінде танылғанбыз. Кітап біздің басты байлығымыз болды. Кітап біздің басты мұратымыз болды. Ендігі мынау заманда, мына тәуелсіз ел болып жатқан кезде, әлемдік жаңа адал әділ Қазақстан құрып жатқан заманымызда кітап оқу біздің ұлттық құндылықтарымыздың басты біреуіне айналу керек. Бүгінгі күні әлемге білімді ұрпақ керек. Білімді ұрпақ, егер ол газет оқымаса, журнал оқымаса, кітап оқымаса, ол не қылған білімді ұрпақ болады деген мәселе кейбірде бізді қатты ойландырып толғандырады. Қазіргі уақытта бәрі де қалтамыздағы телефонда бар ғой деген сияқты әңгімелер айтылып қалады. Бірақ ол қалта телефондағы тыңдағаннан да өзіңнің көзіңмен оқып, өзің жаңағы жазушының айтып отырған ойын, сол кейіпкерінің іс-әрекетін өзің көз алдыңа елестету арқылы сенің ойлау қабілетің, сөйлеу қабілетің, интеллектің, былайша айтқан логикалық ойлау қабілетін дамитындығын айтуымыз керек. Сондықтан да біз ендігі арада оқырман ең көп оқитын ұлтқа айналуымыз үшін ең бірінші өзіміздің ұлттық әдебиетімізді, балалар әдебиетін насихаттауымыз керек. Осы орайда балалар әдебиеті жылы деп алдыңғы жылы жарияланды. Балаларға біраз еңбектері жазылды, бірақ та сол кітапты біздің балаларымыз оқып жатыр ма? Қазіргі жағдайда өзі кейбірде облыс орталықтарында дұрыс кітап дүкендері жоқ. Мысалы, осы мәселені мен Сенатта үкіметке депутаттар сауал есебіне жолдаған болатын. Әрбір облыс орталықтарында бір жаңағы үлкен осы заманғы кітап дүкендері болу керек деп. Бірақ та сол кезде ол кітап дүкенін ұстау қазір тиімсіз, ол жекенің ісіне кетті деген сияқты мәселе айтылып қалды. Ал енді осы Көкшетаудың өзінде анау Шоқан Уәлиханов атындағы Атамұра ұйымдастырған кітап дүкені бар, соның өзі жауып тұрғанына 2 жыл болды. Тым болмаса бір жаңа кітап іздеген кезде сол Атамұраның сол кітап дүкеніне барып отырушы. Сондықтан да біз ең бірінші кітап сату ісін, және ол кітаптың қолжетімді болу мәселесін, оның жаңағы бағасының арзан болу жағдайын қарастыруымыз керек. Біз енді бұрын әлгі біздің ұрпақ кітапхана мен кітап дүкендерін жағалаумен өстік қой. Қандай жақсы кітап бар, қандай жақсы кітапты кітапханадан алуға, оқуға болады деген сияқты мәселемен өскен ұрпақпыз. Одан біз жаңағы жамандық көргеніміз жоқ. Адамзат қылған кітапхана деген Әбекеңнің, Әбіш Кекілбаевтың сөзі бар ғой, және Максим Горкийдің мені адам қылған кітап деген сөзі тағы да бар. Сондықтан да бүгінгі біздің ұрпақ тәрбиесінде кітап мәселесі бірінші орында тұру керек. Оқу мәселесі. Жалпы біздің ұлтымыз, қазақ халқы оқуға келгенде сондай құмар халық болатын. Ертеде өзіміздің әжелеріміз бен әкелеріміз жаңа сауаты болмаса да бізге батырлар жырын оқытып, соны тыңдап, соған сүйсініп отыратын. Біз сол арқылы оқуға үйрендік. Біз сол сияқты жаңағы батырлар жырын жаттап үйрендік. Содан әсерленіп отырдық. Сондықтан да осы бір оқудың біз енді өзі бір жаңа мәдениетін қалыптастыру мәселесін қолға алуымыз керек. Бұл ең бірінші қоғамның мына
үлкен ең бірінші ата-ананың, мектептің, кітапхананың үлкен жаңағы міндет деп есептейміз. Мен мысалы өз басым немерелеріме, жиемдеріме жылда мына балалар әдебиетін, газет журналдарын жаздырып, өзім жаздырып, қолдарына апарып берем. Солар жаңағы үйренсе екен, газет оқып үйренсе екен, газет жаздырып алып үйренсе екен деген сияқты, соларды тәрбиелеуді әрбір ата-ана осылай қолға алса екен деген ойым бар. Дәл сұрайын деген екінші сұрағым сол еді Жолайғалиұлы. Мына жаңағы президент көтерді, дұрыс мәселе көтерді. Енді соны алға қарай дамыту мәселесі. Сосын мына балалардың бетін кітапқа қарату үшін не істейміз дегенді, әсіресе жаңағы компьютерден оқып жатырмыз, компьютерден кітап оқимыз деген желеу көп қой енді. Сол қалай тоқтатып, балалардың бетін әдебиетке оқуға қалай бұрамыз деген мәселені ол үшін енді мен өзімнің бір тәжірибемді айтайын. Мен дүкендерге барған жүрген жерімде балалардың өзі бір қызығатын, әдеби қызығатын кітаптарын алып келем да немеремнің қолына берем. Мынаны оқып шық деп. Содан біраз уақыт өткеннен кейін оқыдың ба деп сұрап отырам. Сонда бір риза болатын, әлгі кітаптың мазмұнын өзінің әлі жеткенше, күш жеткенше оқитын, сол арқылы қазір немерелерім менен кітап сұрайтын болды. Ата, тағы қандай кітабың бар, тағы қандай кітап оқуға болады деген сияқты. Сондықтан ол жаңағы біз қаншама уақытымыз болмағанмен, қаншама уақытымыз тығыз болғанмен, өзіміздің ендігі ұрпағымызды тәрбиелеумен бірге ол жаңа кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, ол біздің бүгінгі үлкендердің борышы болу керек. Құралғы уақыт жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, қазақтың ойыны бітпейді, қазақтың тойы бітпейді, қазақтың асы бітпейді деген сияқты, қазақтың қонағы бітпейді деген сияқты. Біз көбінесе осылай жүреміз де өзіміздің бүгінгі ұрпақты президент айтып отырғандай кітап оқуға үйрету, газет журнал оқуға үйретуге кейбірде мән бермей жататын жағдайымыз бар. Бұл біздің жіберіп жатқан ұлттық тәрбиедегі, ұлттық құндылықты насихаттаудағы үлкен бір кемшілігіміз. Осы біздің қазақ қоғамын толық ойландыру керек. Көп рахмет Жолайғалиұлы. Шын мәнісінде бүгінгі күннің ең бір маңызды мәселесін айтып өттіңіз, кеңес бердіңіз. Шын мәнісінде балаларды кітап оқуға тәрбиелеу үшін, ынтықтыру үшін үлкен адамдар, ересек адамдар өздері шын ниет қойып, сұрап, ықылас қою керек болып тұр ғой. Көп рахмет әңгімеңізге. Рахмет. Аман сау болыңыз. Осымен ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар, кітап оқып жүріңіздер.